Сәлем достар, біз бүгін телефон құрайтын боламыз. Және бүгін оған смартфон тикун. Бұл ойын, бірақ шын өмірге жанасатындай. Загрузкасы болсын. Бұған кірерде сіздер компания создать етесіздер, оған ат қоясыздар, телефондар не істейсіздер, рейтинг көресіздер, жұмысшыларды қабылдайсыздар. Бағанағы новая играны бассаңыз қайттан басталады, және 500 мың сондай доллар береді. Менің 51 миллиард 126 миллион 726.547 долларым бар, және астындағы 128.430 фанатым бар. Қазір ана 1897 фанатым кетіп қалды. Компаниямның аты IC, өте жұмсақ естіледі. Мыналар менің жұмысшыларым, сотрудники. Бұяқта өзіңіздікі немесе мои сотрудникке кіріп уволить немесе қарайсыздар. Содан кейін маркетингті, мысалы плакаттар қоясыздар, телевизорге шығарсаңыз фанаттар көп қосылады. Смартфондар. Ең бірінші смартфоным IC1, IC1 плюс, IC2 плюс, IC3, IC5, IC3, IC4, IC4, IC8, IC5, IC6, IC7, IC7, IC8, IC4, IC9, IC9, IC1, IC1, IC2, IC2. Сіздерге айтарым, бұл ойында көп смартфон шығарыңыздар, мысалы Samsung сияқты, Samsung S, Samsung G, Samsung E, Samsung A секілді. Өйткені сіз смартфон шығарған сайын сіздің нанды ең оң бұрышта астындағы 9 деген ол сіздің біліміңіз сондай деңгей. Мысалы сіз менде 9 ба, осының біреуін басып изучить, мысалы қараңыз, менде полностью изучено деген, ол да 2 сим-карта бар, беспроводной зарядка бар, судан қорғаныс бар, 2 сим-карта бар, суретпен телефонды ашу бар. Сондай бәрін соңына дейін жеткізсеңіз сізге жақсы болады. Енді көрсетейін. Менде қазір смартфон ең соңғы шығарғаным. Бүгін T3-ті шығаратын боламыз. Қазір IC T3 міне болды. Енді iPhone X бар. Мен жалпақ қылғым келмейді, ұзындау үлкейтем. Осылай әдем көрінеді. Өздеріңіз комментария жазыңыздар. Және сіздерге қандай телефон ұнайтындарын комментария жаза кетіңіздер. Светін таңдайтын болсақ, ақ свет таңдайық. Мына сол жақты ең төбесінде сіздің осының ақшасы шығады. Осыған лайықты
мына 24 мегапиксель, одан көп емес, көп болғанда жақсы болатын еді. Екеулік камера бар, оны мен яқы орнатқым келеді. Яқта передний камераларын келесінде бұл жақта процессор. Ең соңынан бастайық. Мынау қазір көрейік. Ең күштісі Media-Rec болып тұр. Қазір Intel тікі болмады. Сол бағана Media-Recті таңдаймыз. Міне сіз ең жақсыларын таңдаған сайын телефонның лайықты бағасы көбеюде. Мен бұған Windows-ты қойғым келеді. Және міне Touch ID, карта памяти, сим-карта, водонепроницаемость, беспроводная зарядка и Face ID. Бұның бағасы бір штугы 1500 болмасын, сәл азайтайық. Әйтпесе фанаттарым $372 қылайық. Мына қазір көрдіңіздер ме? Телефон создать еткенде мына 5 қосылды. Сөйтіп қосыла беріп, сіз бүкіл тез ашасыз. Сондықтан міне жаңалық келіп тұрады. Бұл жаңалықтар процессор туралы. Міне мына төбеде қаншалықты болып қалғаны туралы процент көрсетіледі. Менде 4000 фанаттарым кетті. Бұл жақта күн емес секунд болып өтеді. Бұны мен алдыңғы күні өткізген болатым. Қазір 2027 жыл болып қалды. Міне 54 болды. Одан да көп жинауымыз керек. Тағы да 2019 фанатым кетті. Енді бұл ойын іш пысқанда немесе мамандық таңдайтында керек шығар деп ойлаймын, немесе өзіңіз үшін да телефон создать етесіз. Шын өмірдегідей. Міне жаңалықтан келді. Міне 100% болды. Окейді басамыз. 26 миллион копиясы жарамыз. Презентация жасадым. Оған да ақша кетеді. Қазір бірінші пікірлер келді. Білмеймін, телефон, смартфон ұнамады. 16 миллион, 23 миллион, 39 миллион. Осылай ақша көбейіп, фанаттарыңызды, мысалы, қазір маркетингті таңдайық. Журналы, плакаты, SM, билборды, TV, соларды таңдап көрейік. Таңдадық. Көрдіңіз, одан да көп фанаттар қосыла бастады. Міне 78, міне Google-ға кіріп 80 екен. Высота ол да 80 екен. Толщинаны көрейік. Изучить. Міне 18 болады. Міне достар, осылай. Ұнаса лайк басайық. Және сізге қандай телефондар? Мына жерде Samsung, Apple, Huawei, Google, LG, Lenovo және Oppo тұр. Телефондардың рейтингі. Сіздердің осы жерден қай телефон ұнайды, оны комментаторға
комментарийға жазып кетіңіздер. Комментарий жазып, лайк баса кетіңіздер. Сау.